Сәлеметсіздер ме достар, арнаға қош келдіңіздер. Көптеген адамдар лавр жапырағын сорпа мен бұқтырылған тағамды аспаздық шөп ретінде қолданады. Бірақ ол емдік шөп ретінде де ғасырлар бойы танымал болды. Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өседі, ал Қара теңіз маңында елдермен қолданатын бау-бақша өнімі ретінде қолданады. Лавр ағашының жапырағы қарағай мен шырша сияқты мәңгі жасайды. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Құрметті оқырман, біздің арнамызды 79% тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Биіктігі 25-30 метрге дейін жетеді. Гүлі мамыр-маусым айларында ашылып, жемісі қарашада піседі. Жемісі сүйекті қара қоңыр болып өседі. Және де жемісін күзде жинайды. Лавр жапырағынан дәрі-дәрмек жасалады. Емдік қасиеті өте мол. Оны халық емшілігінде қолдануға болады. Солардың кейбіреуіне тоқталып өтейік. Суық тиіп қатты жөтел қысқанда, лавр жапырағының 2 данасын алып, 1 стақан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салып, 15 минут қайнатады. Қайнаған соң 1 ас қасық бал қосып, жылыдай ішеді. Ішер кезде лавр жапырағын алып тастайды. Міндетті түрде жылыдай ішу керек. Бұдан жөтел тоқтап қақырық шыға бастайды. Көз бұлшықтанып түйіліп ауырғанда, 4 дана жапырақты ұнтақтап, жарты стақан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады. Бірақ ішуге болмайды. Сонымен қоса, құлақ ауырып ішінен ірің су аққанда, лавр жапырағын ұнтақтап қайнап тұрған 1 стақан суға 1 ас қасықпен салып, 2 сағаттай бұқтырады. Сонымен құлақты жуып, ішін аздап тамызады. Тікшек шыққанда, яғни геморройға, лавр жапырағының 10 талын алып, ұнтақтап 1 стақан қайнап тұрған суға 1 сағатқа бұқтыру қажет. Оны дәкеге сіңдіріп, арт жақтан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстырып тұруға болады. Сусамыр ауруына 10 тал жапырақ ұнтақтап, 3 стақан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан кейін 3 рет ішеді. Буын сәл дірілдеп ауырғанда, 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып, 10 күн тұндырады. Осыны сығып басқа ыдысқа алады да, ауырған жерді сылап орайды. Аяқ пен буындарда шошайып шыққан түйіндерді жазу үшін, лавр жапырағының 5 талын ұнтақтап, 100 грамм мүсәтір спиртіне салып, түрі қоңыртай тартып өзгергенше қояды. Дайын болған соң түйіндерге жапсырып ысқылайды. Адам ағзасынан тұзды шығару үшін де лавр жапырағын қолданады. Оған 5 талын алып, жарты литр суды 10 минут қайнатып, оған 1 ас қасық бал, кішкене лимон шырынын қосып ішеді. Ем болсын достар. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп қоюды сұраймын.